Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен хит болған трайфлдың ең нәзік рецептімен бөлісетін боламын. Шын мәнісінде балмұздаққа ұқсайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін біз ең алдымен құрғақ заттарды ұнға, қопсытқышты салып, какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бір шетке қойып қоямыз. Енді жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантты қосып, жақсылап екеуі көпіргенше миксерлейтін боламыз. Сіздер миксермен де араластырсаңыздар болады. Қантымыз ерігенше осылай араластырып аламыз. Енді үстіне құрғақ қоспамызды қосамыз. Жартысын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, жаңағы қоспамыздың үстіне сүтті және сұйық майды құйып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Енді бұның үстіне жаңағы құрғақ қоспамыздың жартысы қалған, соны барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Біздің трайфлға арналған бисквитіміз дайын. Духовкаға арналған ыдысымыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай бисквитімізді құйып шығатын боламыз. Осылай жаймалап, жақсылап орналастырамыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіретін боламыз. Бисквитіміз дайын болғанша кремін дайындай беретін боламыз. Ол үшін бізге сливки керек. Оны осылай миксерлеп алатын боламыз, жақсылап көпіргенше. Өзіңіз қалауыңыз бойынша жасасаңыз да болады кремді. Сахарный пудра қосып, немесе сгущенка қосуға да болады. Мен сгущенка қосып жасадым. Мінекей біздің креміміз дайын. Жаңа піскен корждарымызды осылай қолымызбен үгітіп алатын боламыз. Жақсылап осылай үгітіп аламыз барлығын. Осындай ыдысқа 4 бөлікке бөліп, осылай орналастырып салатын боламыз. Менде 4 трайфл шықты. Үстіне крем салып, осылай жақсылап жаймалап шығамыз. Бұл трайфлға банан салыпты, әртүрлі жеміс-жидектерді салып жасауға болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша. Дәмі өте керемет болып шығады. Жақсылап кремді жағып болғаннан кейін трайфлды ең кемінде жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Беті қатқаннан кейін шоколадты құятын боламыз. Ертілген шоколадымызды осылай
трайфлдың бетіне құйып жаймалап шығатын боламыз. Бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Дайын болған трайфлды кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қою керек. Сіздермен болған Жансая, менің каналыма инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.